Ұнайтын жігітпен флирт жасаудың 9 фишкасы. Бәріне сәлем, менің құрбыларым. Сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Бүгін мен тағы да арманыңдағы жігітіңді қалай тауып, онымен бірге барынша бақытты болуың үшін пайдалы кеңестер мен маңызды ақпараттармен бөлісетін боламын. Негізі жігітпен флирт жасау бір қиын нәрсе сияқты байқалуы мүмкін, бірақ ол сен ойлағаннан да жеңіл болып келеді. Ең маңыздысы бұл сенімділік, позитивті көңіл күй және оның саған деген ұнайтыны жайлы намектар. Айта кетсем, ешбір адамда бұндай қасиетпен дүниеге келмейді. Барлығы да тәжірибемен бірге игеріледі. Сонымен, барлық фишкаларды білуге дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, көрермендік контакт. Флирттағы ең маңызды нәрселердің бірі бұл көзбе-көз жасалатын контакт. Ол кез келген жерде, кез келген уақытта жұмыс жасай береді. Сен жігітті көріп тұрсаң болғаны. Егер сен сәтті түрде флирт жасаған келсе, онда жігіттің саған қарайтын сәтін күтіп, әдемі жымиып, өзіңде ойнақы түрде оған қарасаң болады. Осындай бір жеңіл ойын, сыйқырлы нәрселер жасайтын болады. Ал егер жігіттің басын айналдырған келсе, онда көз қысуды да қолдануға болады. Видеоларым саған пайдалы болып жатқанына өте қатты қуаныштымын. Сол үшін дәл қазір лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Ал біз жалғастырамыз. Екінші, комплимент жасап көр. Жігіттер тарапынан ғана комплименттер күтетін қыздар үлкен қателік жасап жатады. Себебі жігіттерде мақтауларды жақсы көреді ғой. Мысал ретінде оған ешкім байқай қоймайтын нәрсені айтсаң болады. Солай сен жігіттің есінде жақсы сақталатын боласың. Тағы да комплимент айтқанда аздап жымиып, оның көзіне тура қарауға тырыс. Бұл қадаммен сен оны шын жүректен айтып жатқаныңды білдірте аласың. Ол өзін ерекше сезінсін. Солай сен жігіттің қабілеттерін бағалай алатыныңды көрсетіп, оның артықшылықтарын асыра аласың. Тағы да ең маңызды, кішігірім, көрінбейтін заттарды да атауға ұмытпа. Және бұл оған міндетті түрде ұнайтын болады. Үшінші, өз денеңе назар аудар. Мен саған ертең мектепке мини юбкамен ашық блузканы киіп кел демеймін. Бірақ жігіттер көзбен жақсы көреді. Сол үшін сен онымен флирт жасап үйренемін десең, онда бұны қолдануымыз керек. Мысал ретінде онымен сөйлесіп жатқанда ерніңе тиісіп, оны аздап тістеп, шаштарыңмен ойнай аласың. Бұл нәрселер қалыпты көрініп жатады. Себебі қыздар солай күнде жасай береді. Бірақ өздерде байқамай жатады. Тағы да осы орайда шектен шығудың қажеті жоқ. Сол үшін бұл әрекеттерді жасамай тұрып, міндетті түрде үйде айнаның алдында практика жасап кел. Әйтпесе ертең күлкілі жағдай орын алуы мүмкін. Жалпы айтқанда бұл нәрселер жігіттерге қатты ұнайды. Және сен 100% назарсыз қалмайсың. Төртінші, әдемі жымиып күл. Көп жігіттердің айтуынша қыздарда күлкіден де тартымдырақ нәрсе жоқ екен. Сол үшін әрдайым позитивті болып күліп жүретін қыздар, беті тас болып эмоция көрсетпейтін қыздардан әлде қайда әдемірек көрінеді. Ал егер сен екінші типке жақын болсаң, онда барынша шынайы эмоцияларыңды көрсетуге тырыс. Әйтпесе жігіт сенің қасыңда болғанда көңілсіздігіңді көріп, мүмкіндік те жоқ екен деп ойлап қалады. Бесінші, оған тиіс. Осы жолы керісінше мысалдан бастайық. Сен бір партада өзіңе мүлдем ұнамайтын баламен бірге отырсын делік. Және шын болса да, өтірік болса да, барынша оның қолының саған тимеуін қалап отырасың. Міне сол бір дәптердің соңына келгенде, саған оның қолы енді ғана тиіп қалайын деген кезде, сен өз шынтауыңды қайырып жүрсең де, бұны болдыртпайсың. Ал егер жігіт саған ұнайтын болса, онда әрине барлығын керісінше жасау керек. Оған ақырындап қолыңды тигізіп баста. Осы іс әрекетпен сен оның да саған тиісуіне қарсы емес екеніңді білдірте аласың.
Бұны қалай жасаймыз? Өте оңай. Жігітпен бірге жүрген кезде ой әзілдер немесе әңгіме айтқан кезде қолынан, иығынан байқаусызда ұстағандай кейіп таныту керек. Тағы да сендер жақын тұрып қалғандарында оның жейдесінің жағасын дұрыстап қоюға да болады. Артынша қолдарыңды оның мойнына да тигізіп, оның реакциясын бақыла. Егер бәрі жақсы болып жатса, онда басыңды ақырындап көтеріп, оның көзіне тік қарап, болды, енді әдемі десең болады. Бірақ сол бір қолмен тиіп қалулар тура көзбен жасалатын контакт сияқты тым жиі болмауы керек. Біз флирт жасап отырмыз, соны ұмытпа. Осы жерден бірден келіп жігітті құшақтауға, қолынан ұстап әкетуге, мойнына асылуға болмайды. 6. Онымен ойна. Ұнататын жігітпен флирт жасаудың келесі тәсілі бұл онымен ойнап тұру. Кішігірім жыны тию. Бұл негізі ең тиімді нәрселердің бірі, егер әрине дұрыс қолданып жатса. Ал артық кетсең, онда бұл жігітті қайта сенен итеріп жібереді. Осындай ойындар арқылы сен жақындастықтың бар екенін сезіндіріп, әзілге де жақын екеніңді көрсете аласың. Бірақ жігітпен ойнаймын деп, оның тура соны саған да жасай алатынын ұмытпа. Ұсақ түйекпен мазақ етуге болады, бірақ жеке басына қатысты нәрселермен емес. Әйтпесе жігіт дұрыс емес, түсініп қалады. 7. Хат жазғанда флирт жаса. Қазіргі кезде көп адамдар әлеуметтік желілерде отыратынын білеміз. Сол үшін ол жақта да өз мүмкіндігімізді жібермеуге тырысайық. Оны қалай жасаймыз? Ол жерде отқанда қызық әңгімемен бөлісуге болады. Барынша банальды нәрселерден аулақ болуға тырыс. Ал егер жігіт жауап бермей тұрса, онда көңілін аулау үшін оған оңдаған хаттар жазып қажет емес. Бұл жерде біз тактиканы ауыстыруымыз керек болады. 8. Оны қызықтыратын нәрселерге қызығушылық таныт. Жігіт қандай кітаптар оқиды екен, қандай кинолар көреді екен, үй жануарларын жақсы көре ме? Бұның барлығы саған қызық болуы керек. Себебі бізге ұнайтын адам жайлы көбірек ақпарат білгіміз келеді ғой. Тағы да мүмкіндік келген сайын жігіт жайлы көбірек білуге тырыс. Бұлай біз оны қалай тезірек қарататынымызды түсінетін боламыз. Оған қажетті сұрақтарыңды қойып, жігіттің басқалардан немен ерекшеленетінін біліп алсаң болады. 9. Әңгімені бірінші аяқта. Оның ұзақ уақытқа созылып кетіп, жігітке әңгіме қызық емес болып, ұйқысы келетін жағдайға апармауымыз керек. Бұның орнына жігіттің әлі де қызығушылығы болып тұрған кезде әңгімені бірінші аяқтауға тырыс. Содан ол келесі әңгімені асыға күтетін болады. Себебі жігіт қатты қызығып кетіп, ода бір конкуренция сезімі де оянып кетуі мүмкін. Әйтпесе, одан басқа сенің қандай маңызды шаруаларың бар екен. Жалпы фишкалар деген жақсы, бірақ ең алдымен өз жүрегіңді тыңда. Сен өзің бұл нәрселерді қалайсың ба? Тағы да кеңес ретінде жігітті таңғалдыратындай құпия ерекше бола біл. Сонда сен барлығы сияқты бірдей қызық емес адамдар қатарында болмайсың. Ал бүгінге осы видеода айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда комментарийге жазсаң болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.